Жақсы. Мұқағали Мақатаев арақ ішіп жүрді дедіңіз, біз тіл үшін күресіп жүргенде. Ол контексттен суырып алынған сөз ба? Енді былай болды. Шындық жеңіл керек қой барлық кезде. Бір кезде біз Қазақстан жазушылар одағында жас ақындардың шығармаларын талқылап отырдық. Мұқағали кіріп келді. Денесімен де екеу келеді. Сөйтіп, жаңағы санады 65 адам екенбіз. Сөйткен, әр қайсың бір сомнан бермесеңдер, көкелеріңді танытамын деді. Бір сомнан бермесеңдер. Сөйткен, барлығы жинап берді, кім онымен төбелесіп жүреді. Сөйткен, 2 сом жетпейді ғой деді. 2 сом. Сөйткен мен айттым, сізді біз Мұқағали Мақатаев деп, аға деп сыйлап келдік. Ал енді бүгіннен бастап сіздің мынандай жұқалық мінез көрсеткеніңіз үшін, және әрбір адамнан бір сомнан жинап бұқалық мінез көрсеткеніңіз үшін сізді бұдан былай Мұқағали Мақатаев емес, Жұқағали Бұқатаев деп айтамыз дедім. Жұрттың бәрі ду күлді.